Қайырлы күн достар, сіздермен қант қатыру әдісімен бөлісемін. Бұны шербет деп те атайды. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясына қалдырамын. Бізге түбі қалың таба қажет. Оған қантымызды себеміз. Табамыз құрғақ болуы керек. Қантымызды қозғамаймыз. 3-4 минут уақыт өткеннен кейін біздің қантымыз еріп бастайды. Отымыздың асты қатты тұруы керек. Видеоны байқасаңыздар, қантымыздың жан жағы суланып, қантымыз еріп келе жатыр. Осылай еріп бастаған кезде біздің сүтімізді құямыз және де силиконды күрекшемен тезірек араластырамыз. Асты жабыс қалмас үшін тезірек араластырамыз. Біздің қантымыз түйіршіктеледі. Оған қатты мән бермеңіздер. Ол қазір қайнау барысында барлығы ериді. Отымызды орташа қылып қоямыз да тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, жаңадан видео шыққан кезде бірінші болып көретін боласыздар. Байқасаңыздар, біздің қантымыз ақырындап еріп келе жатыр толығымен. Біздің қантымыз еріп, біркелкі масса болып келе жатыр. Біздің массамыз 2 есе ұлғаяды. Тоқтаусыз араластырып тұрамыз, және де кішкене уақыт өткеннен кейін массамыз қоңырқай түске енеді. Осы кезде біз сары майымызды қосып, қайта араластырамыз. Майымыз ерігенше тоқтаусыз араластырып тұрамыз, және де біздің массамыз қоюлана бастайды. Осы кезеңде өзіңізге ұнайтын заттарды қоссаңыздар болады. Шербетке араластырып мен жаңғақты қостым, мейіз қоссаңыздар да болады, күнжутты қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен ештеңе қоспасаңыздар да болады. Мен шербетке жер жаңғақты қостым. Жаңғақты қосып толығымен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін өзіңіздің дайындап қойған ыдысыңызға салсаңыздар болады. Пластмас ыдысқа, силиконды ыдысқа саламыз. Егер де шыны ыдысқа салатын болсаңыздар, оны алдын ала майлап алғандарыңыз дұрыс. Бұл қатырылған қант ата-аналарымыздың балалық шағындағы тәттісі. Қайнатылған қантымызды ыдысымызға салып аламыз, және де бөлме температурасына дейін, суығанға дейін қалдырып қоямыз. Достар, егер де сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Және де алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіздер, пікірге жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын.